Мен балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жанды су. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау. Қасиеттері тазалық, қамқорлық, үнемшілдік. Мақсатымыз оқушыларға судың табиғат пен адам өміріндегі маңыздылығы туралы түсіндіре отырып, қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі су жоқ жерде өмір жоқ, ол ақиқат. Мәриям Хакімжанова. Мәриям Хакімжанова 15 қарашада Қостанай облысы, Қостанай ауданы Қобыланды селосында туған қазақ халық жазушысы. Бүгінгі дәйек сөзіміз бойынша біз судан тынбай еңбек етуді, еліне қызмет жасауды, мақсатына жетуді, ешкімнен ақыл сұрамауды, риясыз жақсылық жасауды, өзін таза ұстауды, ақжарқын көңілді жүруді үйрене аламыз. Су бұл не? Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достармен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзімен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ке дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз. Белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда, немесе үйді жинағанда. Далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады. Су өмірдің өзегі, тәнім сумен құрамдас. Судың ғажап киесі, сусыз өмір сүре алмас. Бүкіл тірлік иесі. Өсімдігің, жәндігің, бақшамен бау шалғының, сусындатып барлығын су шешеді тағдырын. Су балықтың ғұмыры, суда оның қорегі. Су тіршілік тұғыры, су өмірдің өзегі. Сәні болып құрлықтың, жерді гүлге бөледі. Су болмаса тірліктің, кенезесі кебеді. Міне балалар, су туралы тағы да ақпарат беру үшін су тіршілік көзі. Сусыз жер бетінде тіршілік болмайды. Күнделікті тұрмыста адамдар суды көп мөлшерде қолданады. Мамандардың айтуынша, бір адам тәулігіне 500 литрге дейін су жұмсайды екен. Сонда 500 мыңдай тұрғыны бар елді мекен тәулігіне қанша текше метр су қолданады? Жер бетінде ауыз су қоры мүлде аз екенін де ұмытпа. Су жөнінде мақал-мәтелді қайталап отырайық. Судың кепкені, тіршіліктің кеткені. Суды лайлама,
балығын шоштасың. Су бергеннің сауабы бар, су төккеннің жауабы бар. Су бар жерде өмір бар. Су жүрген жер береке, ел жүрген жер мереке. Көлдің көркі құрақ, таудың көркі бұлақ. Мінеки балалар, осы мақал мәтелді жаттап, кері байланыс ретінде маған WhatsApp желісімен жіберіңдер. Шығармашылық жұмысымыз ластанған су деп қандай суды айтады? Суды қорғауға сендер қандай үлес қоса аласыңдар? Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Су жүргізе тіршіліктің тамырын, су жоқ болса тіршілік тамам бауырым. Судың біздер біле тұра маңызын, көп болған соң ұмытамыз қадірін. Міне балалар, енді сендерге үй тапсырмасы ретінде суды қорғау, үнемдеу тақырыбында сурет салып, және осы тақырып бойынша эссе жазып, маған жіберулеріңе болады. Сабағымыз аяқталды. Сабақта көрініс тапқан жақсы қасиеттер жүректерімізде сақталып, іс жүзіне асырылсын. Жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық. Қазақта судың да сұрауы бар деген мақал бар. Түсіне білген адам мұның астарында үлкен мән жатқанын біледі. Су жаратқан иеміздің жан иесіне жер бетінде тіршілік етуі, өмір сүруі, қам қарекетін жасау үшін тартқан сыйы. Ол адамның қолмен жасалған нәрсе емес. Жаратқанның адам үшін берген ұшан теңіз байлығы болғандықтан, суды да қадірлеп, ықтияттап, бағасын түсініп, орнымен қолданып, әрі аялай білуіміз керек. Адамзат болашақта бейбіт, таза ғаламшарда өмір сүруі тиіс. Демек, ғаламшардың қауіпсіздігі біздердің қолымызда. Балалар, сау болыңдар.